Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еңлік, және біз бүгін табада жасалатын оп-оңай торт жасаймыз. Ол үшін алдымен сгущенкамызға жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Менде сгущенка шелекте болғаннан кейін кішкене қоюлау болып тұр. Сіздер кәдімгі темір ыдыста тұратын сгущенканы қолдана берсеңіздер болады. Сосын қопсытқышымызды електегі ұнымыздың ішіне салып, соның ішіне араластырамыз. Сосын електегі ұнымызды қамырға аз-аздан салып отырып араластырамыз. Сосын қамыр илейміз. Ең басты ескеретін жай 400-450 граммнан асқан ұнды салмаңыздар. Әйтпесе біздің қамырымыз қатты болып қалады, немесе піспей қалады. Менің қамырым дайын, осындай жұмсақ болуы керек. Енді осыны көз мөлшерімен 5-6 бөлікке бөлеміз. Ол сіздің табаңыздың көлеміне байланысты. Сосын қамырларымызды біртіндеп жаямыз. Қамырларымыздың қалыңдығы 1-2 мм болса болады. Немесе 1 см болса да болады. Ең бастысы қамырымыз жыртылып кетпеуі керек. Жайып болғаннан кейін қызып тұрған табада май жақпай пісіреміз. Бірінші жағы 2 минуттай піседі, ал екінші жағы одан тез 1 минутта піседі. Міне осылай қызаруы керек. Енді кремін дайындаймыз. Оған қаймақ пен қант ұнтағын қосып миксерлейміз. Сосын 2-3 ас қасықтан жағып тортымызды жинаймыз. Сосын холодильникке жарты сағатқа немесе 1 сағатқа болып қоямыз. Міне біздің тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Осылай кесілген кезде жұп-жұмсақ, нәзік болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған мен Еңлік. Егер менің арнамнан осындай пайдалы видеолар көргіңіз келсе, онда міндетті түрде тіркеліп осы видеоға лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.